у нас сегодня снег, у нас сегодня снег. Дәле десе, кешке дейін ұйықтап енді көргенсің ғой. Снег болған. Түнде көрдім, короче, таңда көрші жердің бәрін қарға батты да, қарды, короче, жолдан алып батты. Содан сездім ғой мен. Бірақ наңғырсаңызшы, жолда уже қар жоқ. Біздің Қызылордада жып-жылы күн еріп кетеді бірден. Қардың иісі деген бір бөлек болады ғой, бір. Ойбай, мұрным бітіп тұр. Аузымен сезбеймін кір. Өзінше неше айда бір жауып тұрған қар ғой, бұдан кейін жауа ма жаумай ма белгісіз. Күремесеңдер, бәрі шілей күрегіш болып кетті. Бүкіл қарды күреп тастап жатыр. Ол тұра тұрсын да шамалы. Сол күреп жатқан адамдардың бәрін қайыққа отырғызып жіберу керек ана жаққа. Ана айтам да, Самойлова Оксананың балдары жылда Аязда келеді, хат жазады, құрсын, свинч, гринч дейма бәрі келеді жылда. Анаған өліп сеніп ағаның ертең Аязда жоқ екен білсең, обидно ғой. Біз әйтеуір алдын солдың біліп жүреміз ғой, жоқ екенше. Сезіп жүреміз ғой, бастап атқаннан Аязда емес екен. Бөлмемді жинап, мына терезені ашып, қардың ауасы кірсін десем, балшықтың ауасы кіреді. Сол кухнямның бәрін жинап болып, енді мына біреуді жууға бетім бармай тұрған. Мынау мен шайнекпен бір история айтып берейін. Кезінде шайдың қайнағанын білмейді екенмін да, мен түтін шықса қайнат деп бере беретін болған. Үйдегілердің іші ауыратын болған ғой. Сөйтіп түтін шығудан бөлек сарытырлап қайнау керек екен ғой. Сол қайнағанға жатады екен ғой.